Саламатсыздар. Бүгін қыздарға резинка жасаймыз. Гүлден атлас матасынан гүл жасап, әдемі резинка жасап береміз. Бізге қажетті заттар: атлас матасы, кез келген қалдық мата, ине жіп, ыстық клей, резинка. Осындай әдемі тастар керек. Фетр матасы. Алдымен осындай домалақ қырқып аламыз қағаздан. Диаметрі шамамен 9-10 сантиметр болады. Осыны атлас матасына түсіріп қырқып аламыз. Инемен қыстырып шаблонымызды осылай қыстырып алып қырқып аламыз. Осындай домалақ шықты. 6 немесе 8 штук керек. Сразу осылай ашып, алдын ала қырқып алғандарым бар. Осыларды енді алып, екі бүктеп, осылай шеттерінен көктеп тігеміз. Бір 0,5 сантиметр қалдырып, шетінен тіксеңіз де болады. Кәдімгі көктегенде көктеп тіге бересіздер. 6 немесе 8 штук керек осындай. Осындай кішкентай жапырақ шықты. Арғарай осылай жалғастырып, тағы да 5-7 немесе тігеміз. Жалғастырып тік кете береміз. Екіншісін дәл солай бүктеп, жалғастырып тігеміз, көктейміз арғарай. Бір-біріне қосып тігіп алдым. Осындай гүл шықты. Енді бетіне әдемі осындай тасты жабыстырамыз. Ыстық клеймен, болмаса момент клеймен жабыстырсаңыз болады. Жөндеп аламыз бұл жапырақтан. 6 домалақтан осындай гүл шықты. Енді астына фетр матасын домалақ етіп қырқып алдым. 50 теңгемен бірдей болса болады. Астыңғы жағына жабыстырып, оған резинканы жабыстырамыз.
осындай әдемі қыздарға арналған резинка шықты. Өз қолыңызбен жасаған. Осындай гүлдерді қыздардың көйлегіне, кофточкасына тіксеңіз де болады. Атлас матасынан, жұмсақ сетка матасынан, капрон маталарынан тігіп көйлекті немесе кофточкаларды сәндеп берсеңіз болады қыздарыңызға, сіңілдеріңізге. Осындай әдемі, ерекше сыйлыққа берсеңіздер де болады. Бастысы өз қолыңызбен жасадыңыз. Осындай екі резинка шықты. Жасап көріңіздер сіздер де. Көргендеріңізге рахмет.